Олимпиадаға жолдама алған 3 боксшыға Қазақстан бокс федерациясы 10 миллион теңге сыйақы берді. Жалғас Жұмағұлов Нейт Маннесті жекпе-жекке шақырды. Геннадий Головкин Қазақстан ұлттық олимпиада комитетіндегі басшылығындағы ең басты тапсырманы атады. Армысыз көрермен, бұл Спорт Тайм. Елімізде болып жатқан спорт және спортшыларымыздың жекелеген өміріндегі жаңалықтармен бөлісетін боламын. Ендеше бастайық. Маусымдағы Бангкоктегі турнирде Назым Қызайбай, Валентина Хальзова, Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы лицензия жеңіп алған болатын. Қазақстан бокс федерациясының басшысы Шахмұрат Мүтәліп осы 3 боксшыға 10 миллион теңге сыйақы табыстады. Айта кетейін, Париж олимпиадасында ел намысын 10 былғары қолғап шебері қорғайтын болады. Ерлер арасында Сәкен Бибосынов, Махмұд Сабырхан, Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы, Асланбек Шымбергенов, Нұрбек Оралбай, Айбек Оралбай және Қамшыбек Қоңқабеков сынға түседі. Ал әйелдер арасында Карина Ибрагимова, Назым Қызайбай, Валентина Хальзова олимпиада жүлдесіне таласатын болады. Естеріңізге сала кетейін, Париж олимпиадасы 26 шілде мен 11 тамыз аралығында өтетін болады. Жалғас Жұмағұлов америкалық UFC файтері Нейт Маннесті жекпе-жекке шақырды. Әлеуметтік желіде Нейт бразилиялық Матвес Никойды жекпе-жекке шақырса, Жалғас осы тұста өз пікірін білдірді. Біздің жекпе-жектен қашып кеттің, Нейт. Мик Мейнард оның сазайын тартуға рұқсат етіңіз деп жазды Жалғас Жұмағұлов. Жұмағұлов пен Маннес 2023 жылдың мамыр айында UFC 288 турнирінде кездесу керек еді, бірақ америкалық файтер жарақатына байланысты рингке шыға алмады. Аты аңызға айналған қазақ боксшысы Геннадий Головкин өзінің Қазақстан Республикасындағы ұлттық олимпиада комитетіндегі ең басты міндетін атады. Головкин осы жылдың ақпан айында ұлттық олимпиада комитетіне басшы болып келген болатын. Біз сыбайлас жемқорлықпен күресуіміз керек, ал сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу үшін жемқорлық мүмкіндіктерін жоюымыз керек. Бірақ бұл белгілі бір елдің мәселесі емес, бұл әмбебап мәселе деді Геннадий Головкин. Геннадий Головкин кәсіпқой бокста 45 жекпе-жек өткізіп, оның 42-сінде жеңіске жетті. Менде бүгінге осы қазақ спорты жандана берсін. Келесі кездескенше амандықта болайық.